кішкентай кезінде атам айтатын, мына дулат еліне тойға барсаң, шапалақпен үстіңе шапан кигізіп, қошеметпен астыңа көрпе төсейді деп айтатын. Дулат елі, маған да бір қол соғып қойсаңыздар бола ма? Ассалаумағалейкум, құрметті қамдар мен мырзалар, ағайын туыс бауырлар. Бүгін енді Алланың қалауымен ұлы жүз Дулат елінде, арайлы Алматының хақ төрінде дүркіретіп Дулат елінің кереметтей тойы болып жатыр. Нақтырақ айтса, бір әулеттің, бір шаңырақтың, бір елдің көшін бастап жүрген Асқартау Айке деген қалайықта Жәнібек әкеміздің 55 жасы. Және де Алланың қалауымен осы шаңырақтың тізгінін ұстайтын, көшін бастайтын Расулдай ұлдарымыздың тілашар тойы, бір сөзбен айтқанда, Жәнібек әкеміздің шаңырағында қос қуаныш қадірмен ағайын той құтты болсын. Қош келдіңіздер дейміз. Енді мынау бүгінгі тойымыздың басты кейіпкерлері, басты себепкерлері Жәнібек әкеміздің шаңырағын барлығымыз сый-құрметімізді көрсетіп, назарымызды жүзімізді ортаға бұрып, мүмкіндік болып жатса орнымыздан тұрып, бүгінгі тойымыздың басты кейіпкерлері, басты себепкерлері Жәнібек әкеміздің шаңырағын өздеріңіздің әдемі қошеметтеріңізбен қарсы алайық ағайын ортаға. Той иелері! Бүгінгі тойдың басты кейіпкері кім айтады, мына еркек 55-ке толып жатыр деп. Қадірмен ағайын, қараңыздаршы. Алла тіл көзден сақтасын, жап-жас қой 55-ке қимайсың ғой жаным әшейін. Келіңізші. 55-тегі адам осындай бола ма? Аллаға шүкір, Аллам тіл көзден сақтасын. Кім айтады 55-те? Машалла. Бір 56-ға ұқсайтсың келесің. Ал енді той құтты болсын, жаным әшейін, қуаныш құтты болсын. Алла осы күш-қуаттан айырмасын. Бұл еркектің қадірменді ағайын осылай жас болып жүргені әуелі Алла, одан кейін кімнің арқасы? Кімнің дейді? Келіншегім. Аты кім? Жаңа. Есеңіз. Жаным. Міне ғой. Аллаға сансыз шүкір. Біздің Жәнібек әкеміздің осылай жүргені ең әуелі Алла, одан кейін жайла жарының арқасында осылай жүр қадірмен ағайын. Міне Аллаға шүкір. Қараңызшы, не деген красавица. Екеуі де жап-жасқа. Жасыңыз нешеде сіздің? 20-де. 20-де. Вот сіздің әйеліңіз жайлы. Сіздің күйеуіңіз сәл мазаңызды алатын сияқты, Сіз наоборот, Аллаға шүкір. Қадірмен ағайын, енді әрине әзілдеп жатырмыз, бірақ дегенмен де барлығы білет. Мына жерде осы келген 120 адамның ішінде Жәнібек аға өзіңіз айттыңыз ғой, бөтен ешкім жоқ. Барлығы осы Жәнібек әкеміздің жүрегінде қандай қуаныш бар, қандай қайғысы бар. Тек қана шын жүректен мен кез келген дүниемді бөліседі. Мені сынамай сыйлап келеді деген ағайынның ғана басын қосып отыр. Әйтпесе білесіздер, бүкіл Байсеркенің, бүкіл Алматы облысының басын қосып той жасауға дүниесі де, абыройы да, жағдайы да әкеміздің жетеді, Аллаға шүкір. Бірақ осы тойға әкеміздің таза ет жақындары келіп жатыр. Той құтты болсын. 30-да орда бұзды, 40-та қамал алды, 50-де ел ағасы болып, міне Алланың қалауымен 55 жасында
осындай жаны жайсаң ағайынның басын қосып той жасап жатыр. Жәнібек әкеміздің тойы құтты болсын, Расулдың тілашары құтты болсын деп той иелеріне бір қол соғып қояйық ағайын. Енді екеуімізге бүгін енді әкеміздің ғана қуанышы емес, екеуіміздің қуанышымыз болсын. Бүгін енді осы екі кісіге қандай мақтау, қандай мадақ айтсақ та бұл екі кісіге барлығы жарасады. Бүгінгі кештің төлегені, бүгінгі кештің жібегі болуыңыздар Құдай қаласа. Қолынан ұстаңыз жұбайыңыздың. Бір жақсылап, бір-бірімізге қарап, жұбайыңыздың маңдайынан бір әдемілеп иіскеп қойыңыз. Құрметтеріңізге рахмет. Қазір әкеміз бен анамызды ортаға жеке шақыратын боламыз. Әзірге бұл қыздар алдыға жылжыңыздар. Барлығымыз бір әдемі есепке суретке түсіп келіңіздер. Енді бұл қыздар барлығымен жайғасып отырайын. Ортада тек қана әкеміз бен анамыз ғана қалсын. Енді мен ортаға төрде отырған Әлібек ағамыз бар ма осында? Қай столда отыр Әлібек ағамыз бар ма? Бір төбеңізді көрсетіп қойсаңыз. Қай столда? Келіңіз ортаға. Әлібек аға. Жәнібек әкеміз осы біздің әулеттің көшін бастап жүрген өзіңіз деп, Әлібек ағамыз деп, осы әдемі жиынның алғашқы батасын өзіңізге беріп жатыр. Өзіңізге берған екен. Бұл болса, қадірмен ағайын, мынау Әлібек ағамыздан илахи аумин деп қол жайайық. Бүгінгі кешіміздің алғашқы батасын алайық. Илахи аумин. Аумин. Қабыл қып Алланың тілекті. Қуанта берсін жүректі. Осы тойың болғайды, тілеумен ғана жәділ өтті. Тілекті Аллам бергені. Той өтер дүбірлеп осы жаһанның келгені. Бақытты жандар болыңдар. Мерейі келді. Жамандық ешбір болмасын. Тепсең кетпес басыңнан, аяңды бақыт болмасын. Ұзақ болып жастарың, қызығын көріп балалардың ашық болсын аспан. Жастар күндарың мол болсын, берекелі қол болсын. Осында келген қонақтың бәріне сәтті жол болсын. Тілектерің оң болсын, жұқармайтын қоң болсын. Немереңді өсіріп, шөбереңді жетектеп, шашқан Алла ризығын теле беретін етектеп. Құт болып мекен тұрағың, жайқала берсін құрағың, лайлам басын бұлағың, жарқырай берсін шағың. Айналайын, Жәнібек жанар, жастарың 100-ге жеткенше еш жамандық болмасын, ниеттеріңді бір алған қолдасын. Аумин Алла. Машалла, не деген әдемі керемет бата. Енді мынау бүгінгі тойымыздың алғашқы батасын ашып берген біздің Әлібек ағамызға бір шапан береміз бе? Шапалақ кете ма? Шапалақ Алладан шапалақ жетеді. Алаштан туған қазақ деген киелі байсын жері. Өлтіріп болып көз ашқан көрі. Алла тіркөзден сақтасын. Әлібек аға қандай әдемі керемет бата. Ағамыздың батасының ішінде барлығы бар. Барлығын қамтыды. Енді бүгінгі тойымыздың алғашқы батасы алынды. Түндігі түрілді томаға сыпырылды. Алдымызға астандермен алып отырыңыздар. Кешік келген қонақтар қош келдіңіздер дейміз. Келіңіздер барлығымыз дастарханға жайғасып отырайық. Құтты орындарыңызға жайғасыңыздар. Келіңіздер. Енді бүгінгі
Әдемі кештеріңіздің мұңғыр алған бешіңіздері Қарақат шоу бөлетінің әдемі бейімен бүгінгі тойымыздың басын бастайық. Шоу бөлеті Қарақат. Әдемі кештеріңіздің мұңғыр алған бешіңіздердің әдемі бейіміздің тойымызды бастайық. Шоу бөлет Қарақат. Ал, қадірменді хандар мен мырзалар, рұқсат болса барлығымыз назарымызда бір минутқа ортаға бұрсақ. Енді жаңада айттық қой, бүгін бөтен ешкім жоқ, барлығы шын жүректен ағамыздың қуанышы бөлісіп келген ағайын туыс бауыр жақындар. Бүгін енді 6 ғана тілек болады. Ортаға топтап шақырамыз. Ортаға шыққан ағайынның ішіне бірден келісіп алайықшы. 4 немесе 5 кісі сөз сөйлеп, көбірек ойнап, көбірек билеп, әдемі бір ерекше кеш болсын. Мынау жүректеріңізден, іштеріңізден дастарханда отырып та той иелеріне әдемі тілектеріңізді тілеп қойсаңыздар болады. Ол болса алғашқы тілекті бастайтын барша төрде отырған әкеміздің туған жақындары, бауырлары, әулеттің жас үлкендері, аға жеңгелерімізді ортаға шақырайық. Малдыбек, Роза, Әлбек, Айгүл, Шынаділ, Света, Арман, Айгүл, Бақытжан, Зәуре, Дәкен, Әнуар, Берік, Мейрамгүл, Майра, Жұлдыз, Бибігүл, Азамат, Елмира, Сайлаугүл, Бағдат, Айгүл, Мақсат, Нұргүл, Асхат, Бейбіткүл, Алтай, Райхан, Айдын, Шадыра деді. Келіңіздер алдыға.
Barcha esime atalgan ağayın туыс бауырлар, жас үлкен ағалар, жеңгелер қош келдіңіздер. Жандар анамыз қайда, той иесі қайда, келіңіздер. Әкеміздің жанына тұрайық. Ал, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Мынау қазақта керемет сөз бар, алдыңға арба қалай жүрсе, соңға арба солай жүреді дейді. Көштік басын өзіңіз бастап жатырсыздар. Енді жаңа айтып келіскендей, арамызда жолы, жөні үлкен бір 5 кісі сөз сөйлеп, қалғанымыз қосылып жақсылап бересек, иә? Ал, кім бастайды? Жол үлкенлігім, жөн үлкенлігім сөз бастасын. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, қауым болсын. Ашкен ел месасын болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Бақыттың алдында жанырекеуім. Әдемі картайымда, сол немере шөберем қоймай жүре беріңдер. Мына кішкентай немереңіз болсын. Еңбекте табысты бол, сол бала шағаның арқасында еш уақыт ауырмай екеуіңе тілейтінім. Мөлдір денсаулық, зор бақыт, мөлдір махаббат, бақыт болыңдар. Рахмет. Құрметті қонақтар, мына үлкен алтын сарайда өте бір керемет жақсы той болып жатыр. Оның куәгері біздің мына Жәнібек отбасында жақсы болып жатыр. Жәнібек жасы құтты болсын, денсаулығың құтты болсын. Мына Жанар екеуің тең қартайып бір жастықта. Мына көрсеткен бала шағаң сіздің көріңдер. Осылай еркелеп ортамызда жүре бер, Жәнібек. Жасы ұзақ болсын. Мына көрсеткен бала шағаның қызын көріп, Алла тағала немере шөбере, шөпшік сүйін нәсіп етсін. Енді мына өсіп келе жатқан екі қыз бар, олар оқып, өздерінің білімін алып, оларды да бір қондыруға нәсіп етсін. Екінші мына Расулымыз мектепке барайын деп жатыр, табалдырық аттап. Мына аттаған қадамы құтты болсын, ардай кіріп, қалдай болып шықсын, жақсы оқысын сабағын. Тек соның жақсылығымен өздерін атасы мен апасы, Айбек пен Әлия сол кішкентайдың қуанышымен қуанып, бәрін ортақ болып. Соның қызығына тоймай жүре беріңдер. Бір үлкен азамат болып өссін, отбасыларына жақсылық тілеймін, дендерге саулық, тойларын той қыласың. Бүгін міне бүлдіршініміз бірінші классқа барып жатса, енді Алла тағала табалдырық мектебін бітіріп, үлкен оқу орнына түссін. Bir халықтың бір жақсы азаматы болсын, сүйкімді, өздеріне денсаулық тілеймін, тойларын құтты болсын. Рахмет. Әрмен қарай жалғастырайық, келіңіздер. Жол үлкені. Ал. Ассалаумағалейкум. Ал, әке. Бұған осының не өжіз. Немеренің болсын. Денсау болсын, үлкен азамат жол. Немерелерін өздерін сияқты. Ортамызда ойнап жүреміз. Зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, осындай тойларға кете береді. Жәнібек, жанар асылдарым, іздесеңдер әрқашан қасындамын. Сендерге жақсы тілек айту үшін мінекей дастарханның басындамын. Тойларың мәзірлі болып дүркіресін, ақ жаулы өнегім сіркіресін. Бұл тойдың бәйгісінде жүйрік аттай, қалайша шаппай ғана үкілесін. Бүгін менен туғанын жасаған, той думан бой көтегерсін босаған. Бұл әулетке ұзақ өмір берегер, айналайын жаратушы жасаған. Жарқын болсын бұл өмірде жүздерің, мөлдіреген тұнық болсын көздерің. Сағынышпен құшақ жайып келетін, айналайын бауырларым өздерің. Адал болсын ішіп жеген астарың, ұзақ болсын бұл өмірде бастарың. Бір құдайым өмір беріп сендерге, бір жастықта бола берсін бастарың. Айырмасын арамызды құдайым, айтқанымыз келе берсін айым. Той иесі Жәнібек пен Жанарға тарту тартып, өлең жазып тұрайын. Құтты болсын мына болған тойларың, орындалсын ойға алған ойларың. Қабыл болып менің айтқан тілегім, осы тойды дүркіретіп тойлағын. Ақ тілекті мен сіздерге төгейін,
söz marjanın aqtilek tüptögeyin. Deniniz sağ bolup, aman esem жүрүңдер. Budan artık men sizlerge ne deyim? Toy kalasın. Vaqt деген сымырап өтіп бара жатқан уақыт екен. Кеше ғана өзімнің жетектеп жүрген бауырымның үлкен ер азамат жасына келіп немересінің ойын тойлап қос қуанышты бірге тойлап жатыр. Сондықтан келіп жатқан жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын, бас қосылсын деген осы немеренің ойын тойлап жатырсың. Үлкен қуаныш. Бұндай тойға жеткенде бар, жетпегенде бар. Сондықтан ағайын туғанның басын қосып өткен елдің атасын алып жатқандарың мыңда бір қыз. Сендерге жақсылық тілеймін, отбасыларың аман болсын. Дендерің сау болсын, аяқтарың түскенше жаманшылық көрмей, осы елдің атасын алып кеткенде жақсы жерде жүріп, жақсы тойларда жүріп қалған нәсіп етсін. Расулымыздың жасы ұзақ болып, ойлаған бар арман мақсат орындалып, үлкен мамандық иесі болып, мектеп бітіріп, мектеп табалдырғандар, үлкен қуанышқа жете берсін. Бар жақсы тілеймін. Көшеге отырғанына үлкен кісілер келіп жатыр. Небір жақсы адамдар отыр осында. Осы кісілердің бір жақсы қасиеттерін бәрі жұғысты болсын сол Расулға. Жаман жерін алмасын, бірақ тек жақсы жерлерін ғана алсын. Жұғысты болып үлкен азамат болсын, бақытты болсын. Елу бес мерей тойларын құтты болсын, той боласын, жасына жас қосылып, кішкентайын өсіп келе жатқан ұрпақтарымызды саналы, тәрбиелі ұрпақтардан болсын. Тек қана тойларын той қыласын. Сендерге зор денсаулық тілеймін, бақыт, байлық, шаттық тілеймін. Ахуаттарың мәңгілік болып, аянды болып, осылай қол ұстап жүре беріңдер. Тойлар көп болсын. Енді мынау қалған бауырларым құда-құдағилар қосыламыз, иә? Тілегіміз бір, ниетіміз бір, жүрегіміз бір. Енді мен мынау сыйлықта тойда негізі осындай тілектерді жиі естиміз ғой. Той құтты болсын, аспандарың ашық болсын, жаманшылық болмасын деп. Бірақ осы шыққан ағайындардың ішіндегі ең әдемі, ең ерекше тілек ешкім қарсы келмейтін шығар, ол Әлібек ағамыздың ақ тілегі. Сондықтан да ең әдемі сыйлық Әлібек аға өзіңізге. Әдем, Алла разы болсын. Жоқ, шынымен ең әдемі тілек Әлібек ағамыздікі. Және де мынау әдемі сыйлық осындағы тұрған мынау сыйлықтың да өзінің иесі бар. Мен оны өзіңізге бергім келіп тұр. Микрофон алып сөйлемегеніңіз үшін. Көрдіңіздер ғой, сөйлемесеңіздер де подарка аласыздар. Қандай әдемі, иә? Көрдік тұр, тілегі жүрегінде. Ал, жақсылап фотоға түсейік, әдемі естелік сурет болсын. Бүгінгі тойымызда, бүгінгі қуанышымызда. Азырақ сөйлеп, көбірек билік беріп, бүгінгі тойымыздың басын әдемі көңіл күймен, әдемі бимен бастайық. Әулеттің үлкендері, құда-құдағилардың құрметіне би болсын. Танысуымыз се! Başa bile işin
Келіңіздер, барлығымыз жайғасайық. Бүгінгі әдемі кешіміздің ыстығасы үлкен аса дайын болып қалған екен. Алдырмай баршамыз жайғасып отырайық. Келіңіздер. Қазаққа қаймағы мұсылмаған қазағымыздың ұлттық аса ек алдырдай. Құдаларымыздан аталайық. Сәбит құдамыз қайда дастарханда отыр? Сәбит құдамыз бар ма? Ал, қадірменді ағайын, мынау құдаларымыздан асымызға, басымызға баталайық. Иләрхи әумин, қол жаяйық. Әумин. Дастархан болушы Жәнібек мерейтойы, кәдімгі Сәбит құтты болсын. Амин.
Құдамыз қатнашқан сәтті, құдам тез берді. Достармен алып отырыңыздар. Достарыңыздар болсын. Өмірлеріңіз мәнінде сәнді болсын. Бүгінгі күләшар тойы болып жатқан Расулымыз мәңгі бақытты болсын. Астарыңыздар болсын, барлығымыз жайғасып отырайық келіңіздер. Сықтай астармен қалыңыздар. Самат Тұрсын Бақан, Асхат Ақерке Шолпан, Мақсат Мәриям, Саят Мейрамгүл, Аника, Света, Бақыт Сая, Алмагүл дейді. Келіңіздер ортада. Бейі, бейі. Расулдың ағасы. Аспанда тырналар барады, арманшыларға толады. Жасым 25-те келген соң, балалықым артта қалады. Балалықты еске алармын, шындарға жасқа толармын. Жасым 25-те келген соң, шынды іздеп табармын. Жылама махаббат, жылама, саған жылауға болама. Екеумізді тағдыр қоспады, махаббатсыз адам болар ма? Жылама махаббат, жылама, саған жылауға болама. Екеумізді тағдыр қоспады, махаббатсыз адам болар ма? Рахмет. Ал, құда-құдағилар қош келдіңіздер. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Кімнің жолы үлкен? Кімнің жасы үлкен? Сол үстіне сөз бастайық. Ал, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгін үлкен той болып жатыр. Жәнібек құда көптен үлкен той. Ойлаймыз, біз той беріп шыққан соң тойдан дайындалып үлкен той болып жатыр. Ретімен келіп жатыр. 25 жас деген енді алдағы үлкен таулар бар. Өнерлерді көтеріп, тауларды өсіріп деген әліпті жастың керемет жастың. Тойым құтты болсын. Осы мынау мектепке баратын жағдай болып жатыр. Қолда құтты болсын. Әдемі жағдайлармен тесет болайық. Денсаулық, құдағи осы әрқашанда тойды осылай кездесейік. Ол жақсы осындай себептер болсын. Құтты болсын тойы. Ассалаумағалейкум. Демек, мынау бүгінде жасап жатқан тойларың құтты болсын. Немереңнің қадамы алға бас үлкен жолдардан көрінді. Тұрған екеуің мына ақ бір сары аққа қалда сары түсіді бір жастықта қартаюыңа нәсіп ет. Бала шағаларының қызына тоймай, осындай той ұласай беріп. Жәнібек болсын жасы. Немере көрген Расул табалып сүйіп жол оған дейміз. Адам болсын. Құда озат болып жетістіктерге жетістіктерді жақсы еркін ол қуаныштығына бөліне жүреді. Ебекпен ұяда бақыт болсын. Ол тойларымыз тойға оласа тек осындай жақсы, айлы, жайлы дастархандардан кездесе берейік. Жақсылық тілеймін. Рахмет. Ал, келіңіздер, әрмен жалғастырайық. Той.
Mikrofon жақын ұстайық. Бала шаға алмай осы бала шаға күнделікті бір Рахмет. Әрмен бірі жалғастырайық. Қадірмен ағайынға бүгінгі тойымыздың иесі біздің Жанар анамызға әдемі камзол және де Жәнібек әкеміздің үстіне әдемі шапан кигізіп жатыр. Қол соғып қойыңыздар. Құдағилардың атынан. осы шапан тек береке алып келсін, осылай тек қуаныш. Рахмет. Алла разы болсын. Ал, құда. Ал, құда, тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызда береке берекесін. Таққаныңыз мол болсын. Сол, Расулжанымыз аман болсын. Рахмет. Жақсылық өсіріңдер. Келіңіздер, жастар жағынан бір әдемі тілек болсын. Сосын қалғанымыз қосыламыз, е? Ал. Құрметті қонақтар, аға десе, мына қуаныштарыңыз құтты болсын. Мерейтойыңызбен Расулымыздың күләшары, Алия Айбек күтіштар алғашқы тойы құтты болсын. Аға десе, сіздерді осылай жасап, елеп, ескеріп жатқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Сол тойларымыз тойға ұласа берсін. Ең жай деген тойларымыз осындай болсын. Рахмет. Қосыламыз ба? Енді құдағилардың атынан әдемі шашуымыз бар екен. Той иелеріне қабыл алыңыздар, келіңіздер. Бер қойсаңыздар болады. Әдемі шашу, тоймаса, тәтілер. Қашанда араларыңызда осындай норма жүрсін дейміз, тек қана жақсылық жүрсін араларыңызда. Енді ортадан ешкім кетпесін. Құдағиларым, бабалар, құдашалар. Жақсылап фотоға түсейік. Жәнібек аға орнаға тұрайық, келіңіздер. Құдаларыңыздың, құдағиларыңыздың жанына тұрып, ортасына тұрып, әдемі естелік суретке түсіп алыңыздар. Өздеріңіздің құрметтеріңізге ортада бір әдемі би болсын, сосын тойымыздың әдемі сәттерін бастайтын боламыз. Келіңіздер, билейік ортада. Құдағилар. Расулдың ағашылары. Шалқындаған
сырттағы жүрген қонақтарымыз болса ішке қарай шақырайық. Бүгінгі кешіміздің әдемі сәттерін бастайтын боламыз. Барлығымыз жайғасайық, келіңіздер. Әдемі сыйлықтарымызды өздеріңізге таратып берейік. Енді бүгінгі әдемі кештеріңіздің мың бұралған бейші қыздарының бір әдемі биі болсын. Шобалет қарақат қабыл алыңыздар. бүгінгі тойдың иесі Жанар анамызды шақырайын, және де Жәнібек әкеміз қайда, той иесі қайда? Жәнібек аға!
билікші. Есік сата барыңыз, дегеніміз. Есік сата барыңыз. Билікші, бөлік шығайықшы. Мен қазір бір деп шақырам, ортаға бөлік шығыңыздар, хорошо? Есік жабайық. Кім бар? Есік жабайық. Ал, қадірмен ағайын, бүгін енді қазір екі жасы ортаға кезек шығар. Кімнің қошеметі, кімнің шапалаға, кімнің көрермені көп екені көрейік. Болмаса, бүгінгі тойымыздың басты кейіпкері, басты себепкері, красавица, алтын құрсақта, Жанар анамызды қарсылаңыз. Не істеп жүрсіз? Жанардың өзі ғана дедім ғой. Жанархан, анжақ барыңыз. Өз адам 55-ге келгенде сондай болады екен өз. Әйел қайда барса сен де сонда барып жүреді екенсің ғой. Ал, красавица Жанар! Бүгінгі тойдың басы кейіпкері 55 жасқа толып жатқан красавчик Жәнібекті қарсы давайте без музыки қаттырақ қол соғайық шақан. Енді әдемі. Жоқ, бүйтейік, халық көріп тұр ғой. Мына екі кісінің ішінде ең әдемі выход 55 жасқа толып жатқан әкеміздікі болды. Ешкім қарсы келмейтін шығар, я? Себебі 55 жасқа толып жатыр. Жоқ, байқаңыздар ма, мына екі кісінде бір разница бар екен. Мама просто саусағын көтеріп шықты. Сіз ортаға шықтыңыз, аяғыңызбен секірдіңіз. Мына кісі мамадан қарағанда сәл мақтаншақ екен, байқаңыздар ма? Жоқ, бүйтіп тұр ғой, 55 жасқа келіп не бүйтіп істей аламын деп тұр ғой, байқаңыздар ма? Әшейін просто шығасызда да сол қошемет тұрамыз ғой негізі. Әдемі. Алла тіл-көзін сақтасын, өте әдемі. Енді былай жасайық. Дәл қазір екеуіңізге келген қонақтардың әдемі тілегін естейік. Микрофон кішкене дауысын шығарайық. Кішкене микрофон дауысын. Ал, қазір қадірмен ағайын, сіздерде тілек айтуға үлкен мүмкіндік бар. Экранға сурет шығар, сол сурет қандай тілек екенін кім білер, қолын көтеріп осы екі жасқа тілек айтамыз. Сіздер шетке тұра тұрсаңыздар болады. Назарымыз экранға бұрайық. Мынау қандай тілек? Кім біледі? Келіңіз ортаға. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Әсел. Кім боламыз? Сіңілісі. Кім? Жанартен сіңілісі. Жанартен сіңілісі. Туған? Бауырым. Бауырым қызы өте әдемі. Қандай тілек? Махаббаттары баянды болсын. Махаббаттары баянды болсын дейді. Көрейік. Әрине дұрыс, махаббаттары баянды болсын. Өте әдемі.
қиыншылығы жоқ, оп-оңай. Келесі тілек, мынау қандай тілек, оп-оңай. Кім біледі? Кесіңізші ортаға билет. Қосшы, билет. Үстіңізге масахана киіп алыпсыз ғой, жаңа емес. Ауылда масаханалар болушы еді ғой, иә? Атыңыз кім? Рима. Әулетке шаңыраққа кім болып келеміз? Класстасыз, бірге оқыды. Неше жыл оқыдыңыздар? Күйеуім оқыды. Оқымағыз. Күйеуіңіз оқығансыз, оқымағыз. Мектеп оқымағыз? Жәнібекпен оқыған жоқпын. Бөлек оқыдыңыз. Мақұл. Қандай тілек? Шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз тең болсын. Өз айтады. Шаңырақ биік болсын. Шаңырақтарыңыз керегелеріңіз тең болсын. Керегелеріңіз тең болсын. Екі терезені не істейміз, алып таймыз ба? Терезе керек емес па, еге? Қазақ еге? Терезе тең болсын. Сосын керек. Ал? Терезе тең болсын. Терезе тең болсын. Шаңырағы бар, терезесі бар. Стена керек емес па, керек ең? Тереземен шаңырақпен көресің ба? Қай столда отырсыз? Міне қазір. Амайсың, жетіп алыңыз. Екінші микрофонды берсеңіздер, маған микрофон ауыстырып берейік. Келес, мынау тілекті дұрыстап айтып беретін адам бар ма? Келгіші ортаға, билет. Өте әдемі, не деген би. Атыңыз кім? Нұргүл. Нұргүл, кім боламыз? Жәнібектің қайнапасы. Жәнібектің қайнапасы. Біздің Жанар ханымның туған сестрасы, машалла. Қандай тілек? Шаңырақтарың биік, керегелерің тең, терезелерің тең болсын. Өте әдемі, көрейік, кереге тең, терезе тең болсын. Өте әдемі. Кетпеңіз. Кетпеңіз. Мен жаныма тұрыңыз. Қалай билеп келдіңіз, тура солай билеп қайтыңыз. Қос. Құдалыққа апаратын кісіген, келесі қандай тілек? Мынау қандай тілек? Оп-оңай ғой, кесіңізші ортаға беріңіздер. Атыңыз кім? Әсел. Кім боламыз? Балдызы. Балдызы. Жаңа бірінші тілекті таптыңыз. Сыйлық алдыңыз. Отыра бер. Кесіңізші ортаға, аға, билет. Мына кісінің бейіші суға батып баратқан баланың бейі сияқты байқадыңыздар ма? Ау, водолаз болып келген. Серьезно ма? Иә? Бір водолаз болған ба бұл кісі? Сен көріп тұр, суға қатысы бар әйтеуір. Көмектесіңдер деші. Кім боламыз аға? Бірге класстасың. Бірге оқыған класстасың. Қандай тілек? Ал және шаңырағың биік болсын, байың жоқ. Кім? Бір жасында қардай сүйші бір адам ол. Адам мені ағыштай. Водолаз ағаға қол соқ қойыңыздар. Өте әдемі. Водолаз аға. Билет. Сіздің артыңызға андай не ғана балонға да жетпей тұр ғой аға.
Келесі, қандай тілек? Мынау қандай тілек? Оп-оңай көз. Кім біледі? Салмасы ма? Бізде қой болып отыр еді. Шықыта. Балалар, не істейсіздер? Балалар, бірдеңе істейміз ба? Бергендерші, бәрі бергендер. Берге, бәрі. Бәрі бергендер. Мен жаныма келді, бәрі. Берген. Бәрі мен жаныма келді. Бәрі мен жаныма келді. О, мына жерге тұрыңдар. Бәрі. О, мына жерге тұрыңдар. Маған қараңдар, кел. Кел ғой, кел. Бар ана, төбеден жүрген балалар бәрі шақырайық, бері келіңдер. О! Ей, жандарым әшейін. Өңшең, президент болғылар, депутат болғылар. Келді, мен жаныма. Маған қараңдар, мен сендерге қазір бір сұрақ қоям, я деп айқайлайсыңдар, түсіндіңдер ма? Мороженое жақсы көресіңдер ма? Мороженое жейсіңдер ма? Анжаққа барып ойнайсыңдар ма? Барыңдар. Есік жат. Өзіміз отыр, адамсың, той өтсек. Қандай тілек? Ақ түйенің қарны жарылған. Ақ түйенің қарны жарылған. Жауабын көрейік, әрине дұрыс. Ақ түйенің қарны жарылған. Өте әсема. Рахмет. Келесі. Мынау қандай тілек? Оп-оңай. Әрбір тойда айтылатын тілек қой, әсіресе жастарға айтылатын тілек. Қандай тілек? Қазақта айтады ғой, өзге тілдің, білеміз ба? Кесен үш жаға отыра. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Ғаламат. Ол. Ғаламат. Машалла, дауысыңыз базардан келген. Ғаламат. Кім боламыз аға? Жанартықтың інісі боламын. Балысы. Жәнібектің балысы. Әңгіме жоқ. Қандай тілек аға? Достарым көп болсын. Өзіңіз кімде? Қандай дауысы жуан достар көп болсын. Қандай тілек? Логиканы қосайық та. Мен айтып тұрмын ғой, қара, білеміз ба? Келіңіз ортаға, бері. Саламатсыз ба? Атыңыз? Нұргүл бол. Нұргүл, кім боламыз? Жанар тәтенің келіні боламын. Жанар тәтенің келіні. Қалай? Жаңа қалай келінсің ба? Әңгіме жоқ. Әдемі. Қандай тілек? Достарымның алды болма, арты болма, ортасында жүре бер. Алды болма, арты болма, ортасында жүре бер дейді. Көрейік. Қатарының алды болма, арты болма, ортасы бол дейді. Өте әдемі. Үйге өздерің ашып көріп аласыздар деген екен, өше түсіп тұрған жоқпын. Келесі қандай тілек? Қандай тілек? Ал, ең оңай тілек осы тілек негізі. Ең оп-оңай тілек осы тілектердің ішіндегі. Қандай тілек? Суреттің өзі айтып тұр сіздерге. Ата кесен шу олаға беріңдер.
Ama mына кісінің биін айтып берейін. Bir ай бойы кредит аламай одобрение келді деген кезек адамның биі құнды. Саған одобрение шықты деген кезек адамның биі құнды. Машалла. Атыңыз кім? Мұрат болады. Мұрат, кім боламын саған? Жарайды, керек емес. Өзің кім екенін білмейтін сияқты. Болды, айтпай қойыңыз аға. Ішіңізде сақтаңыз аға. Қандай тілек аға? Жүрек. Мен ана чашта жүрек тұр ғой сол. Болды. Bu dünya işleriga Adam жүрек басында бола ма? Келіңіз ортаға, бері. Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Жанар. Тек Жанар Нұргүлдері ма осы тойда? Аты бірдей екен. Кім боламыз? Қарындас. Жәнібек, туған қарындас. Туған қарындасыңыз ба? Машалла. Қандай тілек? Басынан бақ кетпесін. Адам басына бақ жүрек болып қонамыз ба? Қандай тілек? Логиканы қосайықшы, кім біледі, білеміз ба? Кел ортаға. Келіңіз, билер. Атыңыз? Виталий. Кім боламыз? Жәнібек ағамның күйеу баласының қасынасы. Жәнібектің күйеу баласының қасынасы? Саламатсыз. Сіз такси күтіп тұрсыз ба? Водитель подъехал. Сен артынан біреу деп демалып тұр. Ойлап қойдым, періштем келіп тұр ма деп ше. Тура артынан. Сонымен кім боламыз? Күйеу баласының кластасы бол. Жәнібек ағаның туған күйеу баласының кластасы. Олай да бола ма дейді? Атабы қатарласасың ба, семьямен негізі? Сіздің күйеу балаңыздың кластасы ба? Неше жылдан бері танисың? Сен танымайды да ғой мына кісі вообще. Аты кім? Атыңды да білмейді ғой мына кісі. Не істегенсің мына машин, ба? Жаңа машин өтіп барып кіріп кеткенсің ба? Еще именно осыған ба баночный пиво ішіп отқан? Жаңа, Виталий. Или сені өзің қусқаңды көріп шығып атсың ба, Виталий? Кем работаем? Не жұмыс істейміз? Күйеу балаңыздың аты кім? Диас. Күйеу баласына танымайтын сияқты мына кісі. Қайсысы? Диас, күйеу баласы қайда? Қайсысы? Сен ба? Ешбірден сұрайды. Не ма? Виталий, сіздің досыңыз ба? Кәнелесің ма? Серьезно? Серьезно. Жетсін. Бірдей бересіз. Бірні бұлай әдет болмау бермесе кетпейді. Кім? Інім. Камераны өшірінші, камера көші алмайды болды. Арғырыш, о. Бұл, мен қарасаңыздаршы, мысалға даусыма шешкен. Мысалға, подарка бердім, я? Check it out, you know, let me say it. That's all right, so they just wanna put it in the front.
балдызы болам. Балдызы Жәнібек. Қалай? Жанардың інісі болам. Жанардың інісі туған? Иә. Туған ініңіз ба? Машалла, туған ініңіз екен. Бір сыйлық бере салайық, өте әдемі. Қандай тілек аға? Аман болса басымыз, былай шығар шашымыз. Адам баса шаш жүрек болып өсе қойсын. Мысалға, Виталий, сен шашың осылай өсті ма бала кезде? Олай өскен жоқ қой? Енді сізді құр өзіңізді ғана отырғызғанымыз ұят болады. Сізді арнайы бүгін тойда наставкамен отырғызайық. Виталийді ортаға шақырайын. Виталий, келе ғой. Бүгін тойда сенің жұмысың курьер болып жұмыс істейсің. Келген қонақтарды өзің қолыңмен отырғызатын боласың. Кел, Виталий. Водитель подъехал. Міне, курьер деп айтам, шығасың. Мына жерге тұр, Виталий. Ана жаққа қара, куда смотри, артына тұрыңыз аға. Артына тұрыңыз. Абатса. Кім біледі мұна тілектің жауабын? Оп-оңай ғой. Кім біледі? Қол көтерейікші. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Аққуаш. Аққуаш? Аққуаш? Машалла, не деген әдемі ерекше еркім, я? Аққуаш. Аққуаш. Өте әдемі. Қандай тілек? Махаббаттан бастарыңыз айналып жүре берсін. Ал? От любви голова кружит. Рахмет. Пусть от любви. Типа сен сонда Виталий орысша сөйлемейді депсің ба? Виталий, кеш, сен орысша сөйлемейді деп тұр. Виталий, кеш бері қарай. Мысалы, бағанан бері қазақша сөйлеп отырды да, сенен кейін типа пусть бірдеңе деп тұр. Кеш бері қарай. Виталий, это какой тост? Пусть от любви голова будет кругом. Кел. Мына жерге тұр. Кел, мына жаққа қара, Виталий тұрған жаққа қара. Осылай тұр, келіңіз. Виталийдің алдынан тұр. Екеуі бірге қайтыңдар. Жоқ, мен подсказка берейін, қараңыздаршы. Оп-оңай ғой. Анау жігіттің басындағы жүрек, ол махаббатпен, молшылықтың, бақыттың белгісі. Дұрыс қой, я? Махаббат, молшылық, бақыттың белгісі. Анау артындағы тұрған көк аспан, көк. Сонда қандай тілек болды? Оп-оңай ғой. Келіңізші ортаға, бері. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Шынар. Қандай тілек? Махаббаттарыңыз мөлдір болсын. Не дейді? Подсказка берді. Анау, бұрын Евразия каналында «Жить здоров» деген жүргізетін апай қалсай маған қараймын. «Жить здоров» деген жүргізетін орыс апай қалсай маған. Виталий, сен апартасың деп отыр. Виталий, апарт. Жоқ, қараңыздаршы, анау бастағы молшылықтың, бақыттың белгісі. Молшылық пен бақыттың белгісі. Астындағы тұрған, артындағы тұрған көл және көк аспан. Сонда қандай тілек болды? Қандай? Кесек суындағы Саламатсыз ба? Есіміңіз? Жадыра. Қандай тілек? Маңдайың беселі бағы бар. Маңдайың беселі бағы бар. Артынан көк аспан не болды? Ештеңе болған жоқ. Өзіменен сұра берсін ба? Қандай тілек? Кеш ортаға келіңіз.
Атыңыз? Әйгерім. Айгерім. Кім боламыз? Жарайды. Қандай тілек? Мөлдір махаббат, ашық аспан. Ашық аспан, мөлдір махаббат дейді. Сәл қалды негізі. 50% дұрыс тапты. Мөлдір махаббат, ашық аспан дегенді. 50% дұрыс болып тұр. Толық емес. Осы толықтыратын адам керек. Қандай кесен шаға ортаға береді. Есіңіз көке? Айт. Айт. Әйдей. Аспан ашық болсын, жүрегің адал болсын. Ашық аспан, жүрек адал. Дұрыс емес. 50% дұрыс болып тұр бұл кісінікі де. Қандай тілек? 50% дұрыс табылды негізі. Ана қызды, мына кісі 50% тапты, 100% толық. Кесен үшін ортаға беріп. Есіміңіз? Көпе. Ақкөпе. Кім боламыз әулетке шаңыраққа? Жанартпен сіңлісі. Ау? Жанартпен сіңлісі. Жанартпен сіңлісі. Қандай тілек? Ашық аспан, мөлдір махаббат. Ашық аспан, мөлдір махаббат дейді. Ау? Ашық аспан, бастарынан бақ кетпесін. Машина виу dedi. Машинам виулады dedi. Bir marta viu dedi, to'xtardi. Ikkinchi marta viu dedi. Keling shu o'rtaga, kelingіз ау. Есіңіз? Мейрамгүл. Мейрамгүл. Қандай тілек? Мынада ма? Отыра беріңіз. Мейрамгүл, осы WhatsApp-тан жазып жібересіз. Қандай тілек? Кім біледі? Қарасаңыздар, оп-оңай. Кесен шуына. Атыңыз? Мереке. Мереке. Кім боламыз? Қанатқатенің келіні болам. Қанатқатен келін. Неше жылдан бері? 16 жыл. Өте әдемі. 16 жылдан бері күйеуіңіз бар ма? Қайсы? Қайсы мына кісі күйеу? Мына әйел вообще қиындық көрмеген әйел ғой мынау. 16 жылда Аллаға шүкір вообще қиындық көрмеген әйел ғой. Ал қандай тілек? Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін. Конечно, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді. Сәл үлкендеуі мерекші, бұл кісі тапты ғой. Үлкендеуі мерек өте әдемі. Бармақтай бақ берсін, таудай талап бергенше дейді. Осы әулетке кел болғаныңызға разысыз ба? Разымын. Өте әдемі. Атыңыз? Мереке. Мереке. Құтты болсын. Мереке, өте әдемі лайықсыз. Мереке енді 120 адамның ішінде мереке. 120 адамның ішінде мереке. Ешкім тапқан жоқ. Сіз ғана таптыңыз. Жауабын көрейік. Жауабы ашық аспан мол бақ дейді мереке. Әкел. Жан, сонша өзінше болып кетіп баратыр еді. Болмады. Ал, енді құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойдың иесі әкеміз бен анамыз ортаға шақырып келіңіздер. Аға, енді Аллаға шүкір қараңызшы, мына отырған 120 адам сіздің абыройыңызды сыйлап келіп жатыр. Жалпы шаңырақ көтеріп үйлегендеріңізге неше жыл? 32. 32 жыл. Қай жылы үйлендіңіздер? Қай жылы үйлендіңіздер? 91. 91. 32 бола ма? 91 болса? Неше жыл? 35.
35 жыл. Саламатсыз, ұрыспаңыздар маған. Ұрыспаңыздар, не ұрысып отырсыздар? Сіздерге ұрыс керек па? Ұрысайық ал. Ал, қадірменді ағайын, Аллаға шүкір 35 жылда әкеміз бен анамыз бақытты отбасы, үлгілі отбасына айналды. Аллаға шүкір, осы 35 жылда Жәнібек аға Алланың берген неше перзенті бар? 3 қыз, 1 ұл. 3 қыз, 1 ұлдың әкесі мен анасы орталарымызда тұр. Бізде тұңғышы кім? Айбек. Неге сұрақ қойсам, шок болып тұрсыз? Айбек біріншісі ұл ма? Қайда Айбек? Айбек қай жылғы? 93. Ал? 93. Точно ма? Негізі мына кісі шок болып жауап береді. Бірінші рет көріп тұрғандай. 93 ба? Қай айда дүниеге келді? Не дейді? Мен қатысым жоқ, мамандан сұрау дейді. Ана кісі сұрау. Точно папам бәсең. Қай жылғысыз? 1993. Туған күніңіз? Октябрь 11, дұрыс па? Ана кісі риза болып таниды адам сол, деп қойды еще. Екіншісі бізде кім? Гауһар. Гауһар қайда? Гауһар. Машалла. Гауһар, қай жылғы? 94. 94 па? 97. 94 деген бар. 94-те не істеп баба? 97-те 3 жыл қайықта арада. Үшіншісі кім? Аружан. Аружан қайда? Қайда Аружан? Машалла. Одан кейін? 2008. 2008. Аты 2008 ба? 2008, кел. Рахмет. Удостоверениеде 2008 деп тұра ма? Аты? Аты қасы? 8 баба. 4 бала тудырам деп мия шықпаған ба? Оңай ма? Аллаға шүкір міне, еркектің миы ашса, осындай баланың көптігімен миы ашсын. Енді бізде тұңғышы Айбек па, Айбек келіңіз. Үйленгенбіз ба, Айбек? Үйленген? Неге мен құшақтап жүрсің? Бір түрлі екен, алдыңа бір еркек дейді. Үйленген десе. Айбек. Өмірдегі тірек, көңіл соғар. Айбек, сен неге маған үйленгенін айтпадың, Айбек? Несе бойдақ деп ойлап жүрмін, Айбек? Сүйген жүрек. Айбек, әйелің аты кім, Айбек? Алия. Кім? Алия. Алия, шақшы ортаға. Алия қайда? Алия қайда? Кеш ортаға. Айбек, сен маған айтпадың ба, Алия бар екен? Қуама өртеген домшы, мен алдыма келіп белін ұстым. Алия, келіңіз, мына жақта. Келіп тұрғансың, неше болды, Алия? Сөйлей ала ма? Сөйлемейді оны. Кетші. Қой аузына шөп болмайды, мынаңыз, машалла. Өте инабат, ибалы келін екені көріп тұр. Келіңіз мына жаққа, Алия. Енді бұлай жасайық, қадірменді ағайын, мен не үшін бұл кісілерді ортаға шығардым? Енді осында әкеміздің, анамыздың коллективі бар. Мүмкін осы үйдің ұлдарын, қыздарын көрмеген кісілер бар. Сіздермен бір таныстырып қойын деген ниет. Енді Айбек, Аллаға шүкір қараңызшы. Ең бақытты еркек ол әрине өзіңіз. Неге бақыттысыз? Себебі Аллаға сан шүкір жаныңызда Асқар әкеңіз тірі тұр. Жаныңызда алтын құрсақта анаңыз тірі тұр. Бұндай бақытты сәтті, бұндай бақытты күнді көре алмай кеткен жігіттер қаншама. Сондықтан да ең салихалы, бақытты жігіт өзіңіз. Енді мынау қадірменді ағайын, қазір заманда білесіз, өзінің әкесіне қол көтеріп, әкесі сабап жатқан дүниені көздеріңіз көріп жүр. Бірақ Аллаға шүкір, біздің Айбек салихалы ұрпақ деп айтуға әбден лайықты. Бүкіл елдің алдында әкесінің былай қарап тұрсам, негізі 55 жас дегенді күнде көре бермейміз. Бірақ мен әкемнің тірісінде, әкемнің батасын алайын. Осы ағайының басын қосып дүниесі байлығы асып тасып жатқаннан жасап жатқан жоқ. Әкесінің абыройын көтеріп,
осындай бір қуаныш жасап берейін деген әдемі ниеті болған. Олай болса, Айбек, жалпы қандай қызмет жасаймыз? Газда жұмыс істеймін. Мұнай газ. Мұнай газ? Еші, бәсе бағанан бері сәлем ес қайдан шығады деймін ойнады. Ал, музыка қосылады, мұнай газ Айбектің биін көрейік. Айбек! Dansa Kuduro! Hacısı Aybaşı! Айбек лучший! Айбектің биіне қарасақ, жерден бірдеңе іздеп жүрген сияқты, иә? Қай жерге түсіріп алдым мынаны депші. Айбек басты көтеріп бүйтіп халықпен онда билемейсің ба? Олай жоқ па негізі? Еш от души билеші Айбек. Айбек, ше! Шындай жерге қараған кеп тұр ғой шындай ше. Ал, келесі бізде Алия ма? Кел, машалла. Алия қандай қызмет? Лаборатория. Микробиолог. Дәрі ма? Сондай ма? Шынайында мороженое. Мороженое да. Өтсе әдемі. Мына жаққа тұрайық. Қосшы. Мороженое дейін көрейік. Батюшка, айқайсың, ше! Әдемі! Жақсы, өте әдемі. Ал, енді Гоханың күйеу бала бар ғой, е? Күйеу бала аты кім? Ей, жаным үшін, кеші. Бұл да әйтеуір. Кел. Есімі? Ес. Қызмет қандай? Машиник дейді? Машиника. Не дейді? Пойыз айдайды. Пойыз айдайын дейді. Құрметті хандар мен мырзалар, Алматы қаласындағы пойыз бар, солға кеп тақтанасақ болыңыздар. Не дейді? Адам тасымай. Не тасыз? Брус. Таси берейін ой? Маған, міндет тұт тұрасыз, брус таси берейін. Ал, пойыздың бейін көрейік, Ал, елеу керек. Егеуін, құлағыз айтсың қыш. Елейсің ғой. Ал, жүр. Брус, жүр. Көріп тұр, груженный жүр екен, ол жігіт. Артта товарымен бірге жүр екен. Ал, Гоха, келіңіз. Ай, машалла. Аяғыңыз ауыр ма? Нешіншісің? 4-ші. Машалла. 4-ші Құдай қаласа, бала аман есен дүниеге келсін. Аяқ қолыңызды бауырыңызға алыңыз. Енді Гаухардың бейін көрейік, қос жалдар! Ой, бағарсың, сен қатты қимылдамашы. Жаным, ішіндегі баласы бүйтіп атқанша бүйтші. Не бұл кетті, дейші. Сен бұсын әйелде қазір. Скорее шақырайық деп отыр әйтен. Үшінші қыз, келіңіз отыр. Аружан ғой, е? Ал, Аружанның бейін көрейік. Шүе! Не дейді? 15 біз. 15? Бұған, ана, терме қойшы. Саған қасіретті қарашам. Жасарский, молодежный. Әдемі келіңіз. Одан кейін бізде кенже қыз. Есіміңіз Кәусар ма? Машалла. Кәусар, болашақ кім боламыз? Мұғалім бол. Мұғалім? Жәнім үшін. Ішті мұғалім бол. Ал, қос. Тура Гаухарға ұқсай ма? Қараңыздаршы. Машалла. Өзің әпкесіне ұқсайды. Ал, енді ортаға барлығымыз тұрайық, келіңіздер. Қадірменді ағайын, Жәнібек әкеміздің шаңырағына давайте без музыки просто так қол соғып қояйық ағайын.
Жәнібек аға, Аллаға шүкір, ең бақытты әке ол өзіңіз деп ойлаймыз. Себебі қадірмен ағайын қараңыздаршы. Енді дәл қазір бүкіл елдің алдында мен бір әдемі дүние жасағым келіп отыр. Мына кісілерді ортаға жайдан жай шығарған жоқпын. Дәл қазір Айбек, ана бір орындық алып кеш ортаға. Орындық әкпер. Мынау, бағанан бері неге бақытты еркек Айбек деп жатырмыз? Себебі қадірмен ағайын, мынау Айбек негізі менен 1-2 жасқа ғана Айбек ортаға қой, ортаға қой. Айбектің жасы менен 1-2 жасқа ғана үлкен. Келіңіз. Мына орындыққа аяғыңызбен шығыңыз. Үстін баса берін, іштен етпейді, дүние ғой. Айбек, папаң жанына түркен. Қадірмен ағайын, қараңыздаршы. Мынау, мен Айбекті не үшін бақытты жігіт деп жатырмын? Аллах тағала адам баласына өмірде 2 байлықты береді екен. Бірі асқар тау әкең, екіншісі алтын құрсақта анаң. Дәл қазір мына Айбектің ішіндегі қуанышта мен шыны керек аз ғана кішкене қызғанып тұрмын. Неге қызғанып тұрмын? Себебі Айбек сияқты мен әкеме осындай құрмет көрсете алған жоқпын тірі күнінде. 2018-де дүниеден әкем өткен кезде қадірмен ағайын бұл өмірде мына қарап тұрсаң 3 әріп әке деген осы 3 әріптің қадірін түсіндім. Түсінгенімді қайтайын тірі күнінде қадірін білмесем. 2018-де әкем дүниеден өткен кезде өзімнің қалтамнан 500.000 теңгеге жылқы алып жылқы сойдым. Сол жылқыны сойып жатқан сәтте менде ішімде бір кішкене мақтаныш болды. Ешкімге қол созған жоқпын, ешкімнен сұраған жоқпын. Ағайындар маған көмектесіңдер деп. Сол кезде ішімде бір мақтаныш болды, жылқыны алып сойын деп жатқан сәтте. Неужели мен өз қалтамнан 500.000 теңгеге жылқы алып, дүнием бар, ақшам бар деп. Бірақ сол жылқыны сойып болған кезде көзіме жас келді. Неге мен әкем тірі күнінде әкеме бір тауық сойып бере алмадым? Әкем өлгеннен кейін жылқы сойып жатырмын. Түсінгенім, тірі күнінде әкеңе бір тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін түйе сойсаң да, 1000 жылқы сойсаң да, ешқандай мән, мағына пайда жоқ екен түсіндім қадірмен ағайын. Қараңыздаршы, мына еркек, мына 4 бала ойлайсыздар ма, өзі осы күнге жетті деп? Жоқ. Әуелі Алла, одан кейін мына еркектің маңдай тері, мына еркектің еңбегі. Әркімнен сөз естісе де, күннің ыстығына, аязына, январдың 35 градус аязында үйден далаға шығып, мен осы бала-шағамды жеткізем, ұлдарымды жеткізем, ешкімнен кем қылмай өсірем деп, арман мақсатымен Аллаға сансыз шүкір, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай осы күнге жеткізіп келе жатыр. Бұның барлығы мына еркектің ең маңдай термен еңбегі қадірмен ағайын. Мен жанында тірі жүрген жігіттерге мен істеген қателікті істемесе екен деп осындай өтініш жасаймын. Айбек, қараш, сен бақытты жігітсің ба? Аллаға шүкір, жанында асқар тау әкең тірі тұр. Мен түсінгенім, біздің ақша, байлық, дүние, атақ, абырой мына кісіге вообще қызық емес екен ғой. Күнде бір ғана уақыт, просто үйде папаны көріп қалған кезде жанынан өтіп бара жатып, әшейін, папа, мен сізді жақсы көрем, болды екен ғой, басқа нәрсе вообще қызық емес екен бұл кісілерге. Айбек, шыныңды айтшы, соңғы рет мына жанымда тұрған байлығыңа сізді жақсы көрем әке деп қашан айттым, шыныңды айттым. Біраз болды. Көрдіңіздер ма? Осылай тірі күнінде қадірін білмей жатамыз. Дәл қазір Айбек 55 жасқа толып жатқан әкеңнің абыройын көтеретін ерекше сәт болып тұр. Дәл қазір мына жерге тұр, халыққа қара, бүкіл елдің алдында асқар тау әкеңді арқалап мейрамхананы бір айналып кеш. Әкем деп айтатын ана, әкем деп айтатын ана, Аллаға шүкір.
мына еркекке одан артық ұлдан қандай құрмет керек, қадірменді ағайын? Жалпы бір адам бар екен, қадірменді ағайын. Соңғы демі кеудесінен шыққанша Құдайдан дұғасын үзбейтін бір адам бар екен. Міне, қадірменді ағайын, Жанар анамыз ешқашан Құдайдан дұғасын үзбеген. Я Раббым, я Құдайым, я жаратқан ием, осы менің айбегім аман есен жүрсе екен, менің айбегім еш нәрсеге ұрынып қалмаса екен. Аллах тағала айтады, мен ананың балаға жасаған дұғасын ешқашан қайтармаймын дейді. Яғни мына кісінің дұғасы сөзсіз қабыл деген сөз, ағайын. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, адамзаттың асыл болған ардықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ананы құрмет санаған, анадан туған бар адам деп 4 баланы дүниеге алып келген Жанар анамызға просто бір қол соқсақ бола ма? Жалпы Жанар ханым қараңызшы, мен енді шыны керек неше түрлі тойда жүрміз ғой, қаншама той басқарамыз. Жалпы менің түсінгенім, біз бұл түсіңші, Назарбаев ескерткіш жасап тұрсыз ғой. Еспе, отырыңыз, отырыңыз. Кыз, мама келіңіз. Алия, кел. Мама, тұр. Маманың қолынан ұста. Жаңа қараш, Айбек бүкіл елдің алдында папасының абыройын көтеріп, әкесін көтеріп, құрмет көрсетіп жатыр ғой. Енді сен енеңді арқала. Жабайдай. Мынау Айбек, маманың жанына тұрш, ананың жанына тұр. Бізде қазақта керемет ұғым бар ғой, қадірменді ағайын. Анаңның омырауынан аққан бір тамшы сүтті да Меккеге 100 рет арқалап апарсаң дағы алдындағы азаматтық борышын, қарызын ешқашан өтеп біте алмаймыз. Түн ұйқысы 4 бөлген біздің алтын құрсақты анамыз. Айбек, сен өзің жер басып жүрген сәтке дейін сені 2 алақанында көтерген осы кісі. Алақаны әжім-әжім. Анаңның сол қолынан ұста, оң қолынан ұста, екі қолынан ұста. Анаңның 2 қолынан ұста. Анаңның 2 алақанынан сүйіп, маңдайынан иіскеп қойыңыз. Айбек, бір ғана нәрсені ұмытпа. Мен, қадірменді ағайын, 70 жасқа келген бір атаның 70 жас тойын басқарып жатырмын да, қандай бақыт деймін. Сол атаның 93-ке келген апасы тойда тірі отыр да, төрде отыр 93-тегі апа. Сол кезде атаны ортаға шығарып есіп, ұлына атаны тұрғызып, ұлына айтып жатырмын ғой, әкеңді қадірле, әкеңді құрметте деп. Сөйтіп ата жерге түсті да, төрде отырған 93-тегі апасының, анасының маңдайынан сүйіп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл біз мәңгі мына кісі үшін бала болып қалады екенбіз. Жасың 80-ге келсе де, 70-ге келсе де, анаң үшін мәңгі бала екенсің. Қадірменді ағайын, мен бұнымен не айтқым келіп тұр? Аллах тағала беретін 2 байлық ешқашан қолымыздан жасай алмаймыз, біреуден тартып ала алмаймыз. Ата-ананы тек қана бізге Аллах тағала өзі таңдап береді екен. Сондықтан да Алла берген осындай байлықтарымызды тірі күнінде қадірін білейік. Бұл кісілерге біздің дүние, ақша, байлық вообще керек емес. Бар болғанда сізді жақсы көрем жәннатым, сізді жақсы көрем асқатау әкешім деген сөз дүниедегі ең қымбат сөз екен. Сондықтан да ең бақытты әкемен, анаға
қол соғып қойсақ жарасатын шығар. Ал. Мен мынау жерде тақпақ айтқым келіп тұр. Бағанадан бері ана мен әке туралы сөйлеп жатты ғой. Сақталған баласына байқаймағын, ананы ұмытпаңдар шалқайдағы. Арасында бір барып құшақтаңдар, әжімі азаяды маңдайдағы. Ұмытпаңдар шалқайдағы әкені де, анаң жалғыз бұл өмірде әкелді ме? Барында бағалаңдар асқар тауды, бұл әке бұйырмайды әркімге де. Жаным әкеңді құшақтап қойшы бар. Қараңыздаршы, Айбек Кәусар әкелерін құшақтап сүйіп жатыр ғой, қандай бақыт деймін да. Гаухар Аружан сендер араласасыңдар ма, сүймеме кездерші. Әкелерін сүйіп бір құшақтап қойсыңдаршы. Allah razı olsun. Көп рахмет. Ал, енді әдем ақтілек болсын, сосын баршамыз ортаға үзіліске антрактыға шығамыз. Енді ортаға нағашы чиен бөлелерді шақырайық. Асқар Гүлбала, Құсан, Райман Берік Гүлжан, Жарқын Индира, Серік Берік Қайрат Қалия, Ләйла Дәулет Асылша, Мұрат Шолпан, Қаламқас Гүлжан, Олжас Гүлжан, Жанат Бейбіт Гүлмира, Айгүл Біржан Жұбайымен, Еділ Айман Талғат, Жұбайымен дейді. Келіңіздер ортаға. Нағашы чиен бөлелер. Нағашы жиын бөлелері қош келдіңіздер. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Ал, енді арамыздан сайланып жолы жөні үлкен бір 5 кісі сөз сөйлеп, қалығымыз жақсылап ортада билейік. Үлкеніміз ағамыз ба? Ал, келіңіздер. Көп болған жағында. Ал енді мынау. Кезінде туылған әкпелі сіңілі, оның үлкен әпкеміз Қалиманнан туылған бала Жәнібек. Біз сол әпкесінің сіңілілерінен тараған балдарымыз, бөлелер боламыз. Мен ортаншы Қалиман деген, одан кейінгісі сіңілісі Нұриман дегеннен туылған Құсан. Ал енді Жәнібек мынау бүгін тойың тойланып отыр. 55 жасқа келіпсің, бірақ өскеннен кейін тойлағыңда келмейді екен. Жас кезінде өссем екен дейсің. Үлкейген кезде жасын төмендей берсе ма деп ойлайсың. Бірақ енді арқасында денсаулық, анау кезінде үйлерінде жүрген Кәусар деген қыз мен атасы едім. Сол қыз аман есен өсе берсін, бағызанып, үбірлі болып өссін. Мұнау енді немеремнің бешары деп жатсың, сол немереңнің қызығына тоймай жүре бер. Нағашы жиын бөлелердің атынан анамызға әдемі орамал. Өте әдемі. Тағам, бар ма? Тілек білдіретін істер қосыламыз ма?
қосыламыз, иә? Енді Жәнібек аға, осы әдемі халқымызға фотоға түсіп келіңіздер, әдемілеп ортаға тұрайық. Бүгінгі тойымыздан бір жақсы естелік сурет болсын. Ортаға тұрып бір жақсы фотоға түсіп алыңыздар. Енді қадірменді дастархан басында отырған хандар мен мырзалар, барлығымыз ортаға шығып билейік. Бір жарты сағаттық үзіліс болсын, антракты болсын. Баршамыз биге шығайық. Танцуйте все. Келіңіздер ортаға. Жарты сағаттық үзіліс